Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен кереметтей етіп канфан тамағын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге керек болады бір кесе күрішіміз. Оны жақсылап жуып, суы әбден тазарғанша қызып тұрған табамызға су майымызды құйып, кішкене қыздырып, күрішімізді салып қуырып аламыз. Бір араластыра отырып 5-7 минут 5-7 минутқа жеткізбей 5 минуттай қуырып алатын боламыз. Әбден өстіп араластырып аламыз. Сосын суымызды қоямыз 250 мг. Татымына қарай тұз қосамыз. Бетін жауып қойып бақтырып қоямыз. Енді бізге керек болады етіміз, алдын ала туралып алған пиязымыз, болгар бұрышымыз және мынандай картошкамыз қажет болады. Енді біз алдын ала қызып тұрған табағымызға етімізді салып қуырып аламыз. Етімізді әбденірек қуырып барып, үстіне пиязымызды салатын боламыз. Менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Мінекей біз пиязымызбен кішкене бір бас чесногымызды қосып, турап алдық та барлығын салып араластырдық. Пиязымыз әбден қуырылғанша араластырамыз. Сосын барып біз картошкамызды салатын боламыз. Картошкамызды салып, кішкене қуырып аламыз. Бетін жауып кішкене бақтырып, сосын барып біз бір қасық тұзымызды, яғни мен кішкене жарты қасық тұз қостым. Көп тұз қосудың қажеті жоқ. Дәміне, татымына қарай қосасыздар. Бір қасық томат қостым. Барлығын жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. Міне біз енді ең соңынан өзіміздің турап алған дайындап болгар бұрышымызды қосатын боламыз. Оны да қуырып алатын боламыз. Бұны көп қуырмаймыз. Болгар бұрышын қосқаннан кейін 5 минут қана қуырамыз. 5 минуттан кейін біз бұған 250 грамм шамасында суымызды құйып алатын боламыз. Міне суымызды құйып алдық. Енді бетін жауып бір жарты сағатқа пісіретін боламыз. Картошкасы піскенше. Міне оғанға шейін біздің күрішіміз де дайын болды. Пісіп бағып кесемізге салып алып, табағымызға осылай төңкеріп алатын боламыз. Мінекей төңкеріп алдық. Енді осы дайындап алған күрішіміздің жанына дайын болған қуырдағымызды, яғни құймамызды құйып, осылай дәмді етіп ұсынатын боламыз. Жанына көк пияз қоссаңыздар да болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.